Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Жақсыңдар ма, амансыңдар ма? Біз Орал қаласы суға кеткен ештеңе емес, жаңбыр жауып жатыр оның үстіне деген. Так, арнаға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Менің екінші каналыма да тіркеліп кетіңіздер, тауық 2024 деген. Мына каналымды кеше әзір аштым, кілтеніп қалып еді. Сақтықта қорлық жоқ. Мына екі канал, мынағанда анағанда тіркеле беріңіздер. Так, мына бізде тауықтар, жем бердік, суын бердік. Мына лампочканы інісі аламын деп. Алла, бүгін солайын деп жатырмын. Так, мына телефонды мына жерге қоя тұрайын бүйтіп. Қараңғы тұрғанша. Давай, тауықтарды қарай тұрыңыздар сіздер. Тауықтарды қарай тұрыңыздар. Так, көрініп жатыр ма тауықтар? Так, қазір бүгін ала берді. Қазақ кетіп бұларға ракушнек алып берем. Сіздерге видеосын түсірем, қандай ракушнек, қандай туатын жем алу керек. О, мына іші жап-жарық болды. Енді бұл свет қосылып тұрады ішінде. Қазір ана шеше анандай лампочка қойлам, тоқ сормайтын. Так, осы жемдерін дұрыс жемей тұр, тауықтар деп семіріп кетіп жатыр ма? Бірақ кеше 6 жұмыртқа туған үйдегілер алып. Полный жемнің ішін тазалап, қазір ракушнек әкеп берем. Сосын ала беріп мыналарды қоям, туатын жемдерін. Туатын еларын барлығын қоямыз, амандығын берсе. Сіздер біздің TikTok, YouTube, екі TikTok каналға, бір YouTube каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып. Бүгін бұйыртса эфир болып қалуы мүмкін, обедтен кейін или кешке деп аяғы уақытта. TikTokты қарап отырыңыздар, WhatsApp группаға тіркеліңіз. TikTok эфир басқаннан кейін Алла амандығын берсе WhatsApp группаға жіберем. Барлығыңыз қолдаңыздар. Тырс жақсы әңгімелесіп отырайық эфирде. Бізде осы қазір енді біздерде де білмей отыр. Су енді көтеріліп жатыр дейді, 4 метрден асты. Әлі ашып жатыр, әлі келеді деп. Біздің уже шет жақта үйлер кетіп жатыр суға. Пока тауық алайын деп жатқан жоқпын, балапандар да алып келмеймін. Олар тұр, ана дос баланың үйінде тұр. Оларды алып келмеймін, пока ояқтар тыныш судан. Біздер жақ көш кетіп болуы мүмкін. Сол себепті осы тауықтарды да ойлап отырмын, бір жерге апарып келсем ба екен деп. Бір жақтан бәрін істеп кетті ғой. Көреміз бұйыртса, эфирден алыстамаңыздар, келесі